Солтүстік Тянь-Шаньның асқақ шыңдарына көз салсаңыз, аспанмен тілдескен мұзарт таулар мен әсем табиғат әлемі алдыңыздан шығады. Осы биіктік пен сұлулықтың жүрегінде табиғаттың қазынасын мәңгі сақтап келе жатқан ерекше мекен бар. Ол Алматы мемлекеттік табиғи қорығы. Бұл қорық 1931 жылы құрылған. Содан бері ол табиғаттың байлығын, өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлілігін, қарлы шыңдар мен мөлдір бұлақтардың көркін өз қалпында қорғап келеді. Қорық аумағы 71.700 гектар, биіктігі 1200 метрден басталып, 5017 метр талғар шыңына дейін көтеріледі. Ауданда 160 мұздық бар, оның ішінде Корженевский, Шакальский және Богатырь мұздықтары. Осы мұздықтардан бастау алған көшпелі өзендер Талғар, Есік, Шелек, тау шатқалдарына қарай ағып кетеді. Шатқалдардың ішінде жасырынған әсем көлдер бар. Есік, Бозкөл, Ақкөл, Мұзкөл, әсіресе Есік көлі мөлдір суымен және табиғи әсемдігімен ерекшеленеді. Табиғат қорығы барлық биіктік белдеулерді қамтиды. Төменде жапырақты ормандар, одан жоғары шыршалы ормандар, кейін Альпі және субальпі шалғындар, ең соңында мәңгі қар басқан тас шыңдар. Әр белдеу өзінше бір әлем, өзінше бір тіршілік мекені. Өсімдік әлемі таң қалдырады. 1440-тан астам өсімдік түрі, олардың 29-ы Қазақстанның қызыл кітабіне енгізілген. Солардың қатарында Островский тюльпаны, Альберт ирисы, Невзвецкий алмасы және аңызға айналған қазіргі алма сорттарының ата бабасы Сиверс алма ағашы. Осы өңірде 14 реликт және 18 эндемик өсімдік түрі сақталған. Олар тек осы жерде кездеседі, әлемнің басқа бөлігінде жоқ. Жануарлар дүниесі де алуан түрлі. Қорықта 1100-ден астам жануар түрі мекендейді. Олардың ішінде 41 сүтқоректі түрі, оның 4-еуі Қазақстанның қызыл кітабіне енгізілген. Қайсарлықтың иесі қар барысы. Тянь-Шань қоңыр аюы. Түркістан сілеусіні. Тас сусары осы өңірдің асқақ табиғатын толықтырады. Таутекелер тік шыңдарды еркін кессе, еліктер мен маралдар жасыл алқаптарды сәндейді. Құстар әлемі қорықтың әуезді үні. Мұнда 177 құс түрі бар. Оның 12-сі Қазақстанның қызыл кітабіне енгізілген. Олардың ішінде бүркіт, сақалтай, орақ тұмсық және көк құс бар. Қорықта мекендейтін 2000-ға жуық жәндік түрі көбелектер, қоңыздар, аралар мен құмырсқалар экожүйедегі тіршіліктің нәзік тепе-теңдігін сақтауға ықпал етеді. 2020 жылы Алматы мемлекеттік табиғи қорығы өзінің бірегей рельефі, әсем табиғаты мен бай био әртүрлілігінің арқасында ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік биосфералық қорықтар қатарына енді. Алматы қорығы. Асқақ шыңдар әуені, мөлдір көлдер жыры, орман мен даланың табиғи үндестігі. Ол табиғаттың жүрегінен туған мәңгілік ән, халқымыздың болашаққа қалдырған аманаты.